Ана жүрегі неге аһ ұрды? Анаңның батасын алмастан тіпті ақылдаспай-ақ бала асырап алам деймісің? Сен өзіңнің қандай сорға тап келгеніңді тіпті салмақтай алмайсың. Сен анау бедеу қатын құртты, өміріңді күл-талқан етті. Сен енді тек құрдымға кете бересің. Құдай-ау, енді қайттым. Ұлым көз алдында тозаққа кетіп барады. О Аллам, жар бола көресің. Өз ұлыма. Шешесінің байбаламын дархан үзіп жібереді. Апа, сіз қуанар деп үміттеніп едім. Оның бекер екен. Тым құрса қуанған рай танысаң қайтер едің? Ойбай-ау, мен аза тұтып отырсам қалай көлгірсіп қуанамын? Ана Жұпаргүлдің сені тозақтың түбіне тастайды. Қайда бір тексізді бауырыңа басқан екенсің. Одан не қайыр, не күтесің, а? Апа, жетер енді. Мен сізден бала асырауға рұқсат сұрай келмедім. Жай хабардар еткім келген. Оның да артық болғанын көріп тұрмын. Мен кеттім. Қайда кетесің? Қара шаңырақтың иесі сен емес пе едің? Жұпаргүліңнің қабағы бір жолата ашылсын деп мені қызымның қолына қараттың. Мұнда жағдайым жақсы-ау, бірақ өзімді өзімдегідей сезіне алмаймын. Жалғызсыраймын, құлыным. Өз ошағымды аңсаймын. Ал сенің бала асырап алғаның жақсылық емес. Ана шіркін азынап қоймайды. Жалғыз ұлының сәби сүймеуі оның жанын аяздай қаритын. Ал бүгін ұлы келіп, келіні екеуінің бір тастанды сәбиді асырап алғанын айтқанда, ана көңілініңдегі немерелі болам-ау деген үміт чорт кесілген. Содан соң ол да жылап сықтаудан тынбады. Қай күнәм үшін мені осылай бір қызыл етке дарықтырып қойдың, Құдайым? Неге мен ел қатарлы немере сүйіп, үш шаңырағымды қартаймадым? Жарқын отағасының шаңырағын күйреді ғой. Бала асырап алса, енді ана жылан келін өзі туа алмайды деген ғой. Біліп едім сол албастының алғаш келген күннен бастап қаншырдай қатқан кейпінен бір сұмдықты болжап едім. Қыз күйеуімнің қолынан ақыретке аттанармын. Онда барғанда отағасына не бетімді айтамын? Жалғыз ұлың жақсы қал деймін бе? Сен келіннің соңынан жүріп, маған топырақта салмайтын түрің бар. Ал Құдай, мен сорлын тезірек ал. Көрсетпе бұндай өзге мазағыңды. Апа, әке атанғаным несі мазақ? Әкемнің шағырағын түтінсіз ұша береді. Өкпе ренішіңді қойда үйге қайтшы. Жұпаргүлді де бекерге жазға берме. Сені үйден қуған кім бар? Немереңді көрсең, мені бүгінгідей ренжіткеніңде өзің ұялатын боласың. Ол сондай тәтті, кішкентай. Тәйті көрсетпе маған, ол тексізді. Менің немерем жоқ. Соны біліп қой, шық үйден. Қадиша кемпірдің дауысы күйініне ащы шығып шаңқ ете қалды. Төргі бөлмеде алаңсыз ойнап жүрген 3 жасар жиені қатты дауыстан қорқып кетіп жылап қоя берді. Азан-қазан болған үйден дархан атып шықты. Әлденеден бас сауғалай қашқандай бір аласапыран күй. Анасының бетіне бата айтқан шындығын мойындаудан да қашып бара ма? Әлде ана аузынан айтылған кесірлі болашақ болжамнан құтылысы бар ма? Әйтеуір ысытып барады. Кімге қапалы, кімді айыптайды? Өзі де білмейді. Миында мың сұрақ қадалған бойда көлігіне отырды. Жұпаргүлді көруге асықты. Жаны қысылса да, жадырайды, қуанада бүкпесіз бөлісер, шын кеңесер өмірлік жарымен жүздесуге сабыры қашты. Жылдамдықты арттырып, құдды бір жыннан қашқандай алас ұрып үйіне жетті. Машинадан түсе сала сүрініп барып бойын қайта тіктеп алды. Талмау көкке көз тастады. Нұрын төккен күзгі күн оған қара дақты болып көрінді. Киелі күннің өзінде де дақшалған ба? Оны дәлдекімдер ғайбаттап, көзіне шұқып, көңіліне сат салған ба? Дархан көзін уқалай үйіне кірді. Жұпаргүл, жинал, мына жақтан кетеміз. Баяғыда солай жасауым керек еді. Әлде кеш емес, кетеміз. Түтіккен күйеуін көріп Жұпаргүл байсалды мінезімен оның соңына дейін тыңдады. Апам, мен ренжісіп қалдың ба? Шілдеханаға келмеймін деді ме? Енесімен сыралғы болып кеткен келіні оның не қылық көрсеткен іштей бажайлап тұр. Анам осы жол артық кетті. Маған тым ауыр сөздер айтты. Ұлымды тексізге, өзімді тозаққа шымбатып бара жатқан шарасыз байқұсқа теңеді. Бұдан ары төзе алмаймын. Кетеміз бұл жақтан. Дархан, сабыр ет. Өз анаңнан безіп оңбассың. Оның уайымын түсінемін. Өзінің туған немересі болмаған соң оңайлықпен оң қабағын бере қоймайсы анық. Сол мінезін біле тұра, сонша ашу көтеренің не? Бұл жолғы қылыңа да шыдайсың. Жұпаргүлдің қоңыр даусы Дарханды ашу қиыннан арашылып алды. Апамның ашу ызасы басылғанша біз де бара бермейміз. Отыра тұрайық. Сосын Арланды көтеріп барғанда батасын берер. Арлан әжесінің көз алдында ер жететін болады. Дархан, сол жақсы күнге сенейікші. Енесінің сөзін сөйлеп, оған чаң жуытпай аяқтап алған әйелін парасатына сүйсінген Дархан көңілі жайланып шайға отырды. Шай ішпестен бұрын тәтті ұйықтап жатқан ұлының маңдайынан иіскеді. Осы бір өмірдегі ешбір иіс атаулы теңесе алмайтын ғажап сиқырлы иіс Дарханның бақытты
бақыттың бастауына айналған. Ұлын сүйіп құшағына алса болғаны, бұл дүние бұрынғыдан да бетер жарқырап кетеді. Достың табасы да, дұшпанның ажуасы да елеусіз қалды. Қарбалас жұмыс қамына да, сұғанақ сөздің сұғынан да жаны тек осы жерде тыныш табатын. Жұпарым бала күтіміне байланысты демалысқа шыққанның өзі жаққанға қалай өңі шырайланып кетіпті. Дарханның сабасына түсіп, арғымақ ашуының ауыздығын байталды, ақылды ұстатқан Жұпаргүл оның қақытпасынан аңдады. Көңілім тоқ, бауырымда балам, жанымда жарым, басымда баспанам бар, одан артық не жаратқаннан не сұрайын? Әйел де орайын тауып әзілдей жымиды. Ол жымиғанда Дарханның көңілін қимай, күллі әлем шуағын шашқандай көрінетін. Алғашқы жылдардағы әсер сол баяғысынша үйіп тұр еді. Сонда бар арман орындалған ару, бұдан өзге ештеңені қаламай ма? Дархан келіншегін ашық еркелікте жайдарлана күлімсіреді. Айтпақшы, бақытты аруының тағы бір қалауы бар. Жұпаргүл бірден салмақтырайға ауысты. Ол не қалау? Тек айтсаң болғаны деді. Демді орындаймын. Еркелеген жарын одан бетер бақытқа бөлуге даяр Дархан оның тілегін қазір-ақ оң шешіммен қауыштардай құлшынып отыр. Бірақ әйелі қалжыңнан шын әңгімеге ауысты. Апамнан кешірім сұрап үйге оралуын қамдайық. Осы үйдің сәні де мәні де апам ғой. Мендегі көңіл апамның батасын алмай жайланбайтын сыңайлы. Құп көремін. Онда араға бірер күн салып, апамның көңілі жай бір сәтінде салып ұрып жетіп барайық. Дархан үйінен көңілді раймен шыға берді. Жол бойы өзінің өмірлік жарды таңдауында жаңылмағанына шүкіршілік етумен болды. Анасы мен бұның арасындағы жайсыздықты жуып жіберуге дайын тұрған ақ ниетті келіншегін жанындай жақсы көретіні де осы қасиеттерінен ғой. Өзге түсіне алмаса да Жұпаргүлдің бұны түсінбей адастырған кезі жоқ. Жұмысына келіп жайғаса берген қыл еді, қасында орынбары Асан келді. Әйел дауысты Асан өзінің бастығының көзімен құлағы санайтын. Неше мәрте бастығынан ұрыс естіп, сөз тасу мінезінен тыйылудан талап етсе де, сүйексіңді әдетін қояр емес. Бүгін де сөйтті. Басеке, сіз жоқта жоғарыдан хат келді. Тазалық мамандары келмек екен. Ол жаңалық емес, аурухана ол тексеруге үнемі дайын ғой. Одан да басқа бір тағы еркін тақырып қатты талқыланады. Асан мұрнының астына міңгірлеп, еркін тақырыбын көсіліп айтуға ынтығып тұрса да, Дарханнан жасқан тамағын кенеді. Еркін тақырыптың жел сөз екенін білетін Дархан күлді де қойды. Ол 10 жылдан бері оны артық сөзден аулақ жүруге оңдасса да, Асан сөздің қамын жайлаудан жаңылмай-ақ келеді. Ауруханада бәрі сіздің асырап алған балаңыз туралы айтып жүр. Біреулер оны сіздің жас тоқалыңыз бар, содан туған деседі. Ал енді біреулер жас қызды қорқытып, амалсыз баласын тастап кетуге көндірді дейді. Ал елден естіп көңіліңіз бұзылмасын деп алдын ала ескерткенім ғой. Жүрегіңізге жақын алмаңыз. Басеке, өсек қой ол. Асан сөзін аяқтай алмады. Бас дәрігердің жүзі ашудан күңірентіп бара жатты. Жап аузыңды. Қайдағы тоқал, қайдағы қызды қорқыту? Басеке, мына келер комиссия бір жағы сол баланы асырап алу құжаттарыңызда тексереді дейді. Заңдылық жағынан анықтайды деседі дейді. Мен деседі. Дарханның көңіліне енді ғана орныққан ажары ақылын алды қырасырып жіберді. Шық кабинеттен, тазалық мамандары қалай менің баламның құжатын тергейді екен деп булықты бас дәрігер. Басеке, оның несіне сонша жүгіңізді жұқартасыз? Өзіңіз де білесіз, жұқарған жүгі қалпына келмейді. Мен бар болғаны, кетті, шық, қараңды батыр. Дархан зор даусымен аюдай ақырғанда Асанның ақ халатының етегі желп етіп тайып тұрды. Өзі кетсе де Дарханның жүрегін сыздатып кетті. Кешке дейін кіріс-шығыс құжаттарды құлықсыз қараған Дархан үйіне жеткенше асықты. Ол үшін енді жұмыс орнында жайлы болудан адыра қалды. Төрткүл дүние жігіттің жанын тек үй ғана жылыта алатын еді. Өсектің өртімен кеудесін күйдіріп біткен кеш тыныштық алар дүние ұласты. Дархан айтпаса да, оның көңіліндегі кірді Жұпаргүл байқамай қалмады. Күйеуін болған жайды айт деп те қыстамады. Қосағының өз шешілер сәтін күтті. Ал ертеңде бозарып, атқан күзгі таңмен бірге бұлар да ақ үміттерін үлпілдете жолға шықты. Алыс сапар болмаса да, көңілдерінде анамыз не дер екен деген қобалжу басым еді. Еркелете жеткен ұлы мен келіннің және кішкентай Арланды қарындасының үйі ашық жарқын қабылдай қоймады. Қарындасы мен күйеу баласы тура бір жанада отырғандай рай бермеді. Анасы мүлде теріс қарап отыр. Келдің-ау деген жоқ. Ұлы келмегендей, тек өздері ғана отырғандай елеусіз қалдырды. Дархан отбасында үнемі ыстық көңілінің аялы алақанның әлпештеуінде өскен еді. Анасының теріс қараған көрген еместін. Бұл тоң тұрыс қалып, оның шынына батып кетті. Дархан бірден сөз бастады. Жұпаргүл Арланды құшақтап, енесінің қасқабағын бағып отыр. Апа, бұлайша
бұртыңдауыңызға не себеп екенін жақсы білем. Білсең, неге келдің? Қай бетіңмен келдің? Маған қайдағы белгісіз біреудің баласы немерең деп телу үшін келдің бе? Анасы өткен жоғадан да суық тартқан тәрізді. Құдай-ау, бұл өзінің анасы ма? Әлде басқа біреумен алмасып кеткен бе? Дархан бүгін анасын тани алмады. Жұпаргүл 15 жылдан бері білетін енесін бүгін басқа қатал қырынан көріп, келістірінің берекесі бермесін іші сезді. Апа, неге менен ренжіте бересің? Қарашы, Жұпаргүл және ұлым үшеуміз сені өз үйімізге алып кетуге келдік. Өтінеміз, жүрші үйге. Сенсіз ол үйдің қаңырап қалды ғой. Дархан анасына жас баладай көздері жасаурай жалынды. Анам із бақпады. Есесіне қарындасы Маржан жаға ашты, көңілдегі бар запыран құса салды. Сен үйдің жалғыз ұлы ретінде өз міндетіңді атқармадың. Анама немере сүйгізбедің. Қубасын қақшитып әбден жалғызсыраттыңдар. Енді ол байқұс менің аяғдай үйімді паналамай қайтсын. Ал сен әкемнен қалған кең сарай мен мал-мүлікті қайдағы біреудің баласына шашып жүрсің. Дархан қарындасының өзіне деген осыншама жеккөрушілікпен айтқан сөздерінен жүрегі тартқа айналып баратқандай теңселіп кетті. Анасының ашуын тарқатуының орнына бауырындағы қара жыландай болып басын қақшитып көтеріп өсектің өртеніп тұтатып отырған осы екен ғой. Бәсе, әйтпес анасы бұны дәл осылай ешқашан жазғырмайтын еді ғой. Бірақ сәтте көп нәрсені түсінген Дархан кенет атып тұрды. Жүр апа, кеттік мына үйден. Мыналар сенің маған деген ашуыңды өз пайдаларына асырып жүр. Өз үйімізде оңаша отырып кеңесеміз. Апа, жинал. Ешқайда да бармаймын. Менің сүйегім осы үйден шығады. Сен ана өзіңді қолдан жасап алған отбасыңды алда жөніңе кет. Ана шақалақты көрсетпе. Оған ешқашан жібімеймін, немерем деп қарамаймын. Жұпаргүл күйеуінің жасқа толы жүзіне көз түсіп, іші қан жылап қоя берді. Оның бауырына қысқан күйі енесінің алдына тізерлеп отыра кетті. Апа, өз перзентіңізді неге сонша қинайсыз? Аяғыңызға жығылайын, үйге қайтыңызшы. Сіз кеткеннен бері жанымызға тыныштық жоқ. Апа, жалынамын, ұлыңыздың бақыты үшін оған оң қабақ танытыңызшы. Солқылдап жылап тізерлеп отырған келінін Қадиша кеудесінен итеріп жіберді. Менің соңғылашым бір сұмдық сезіп тұр. Бұл бала сендерге сор болып тиеді. Кет өз сорыңмен. Баламды жайыма қалдыр. Оған бала табатын әйелді өзім әперем. Апа, тоқтат. Маған 18-де қызды әперсең де менен бала болмайды. Белсіздік ауруымен мен ауыратын, мына менмін. Қанша емдесем де нәтиже жоқ. Жұпаргүлдің не кінәсі бар? Қорлама оны бұлай. Түрегел Жұпарым, кет, көшеміз. Маржан, ана сарайды үйде сағын тастаймын. Көзің бір тояттансың дүние мүлікке. Дархан әйелін қолынан жұлқып тұрғызып алды. Жұпаргүл егіліп жылап бауырын жаза алар емес. Ол 10 жылдан бері жасырып келген тек екеуі ғана білетін құпияны күйеуінің табан астында жария еткенін құптамаған. Бас шайқаумен ғана білдірді. Ал анасы назаланып қояр емес. Өтірік, мына қатын өз кінәсін жасыру үшін сенің аузыңа осылай сөз салып тұрма? Бұл шүйке бастан не таптың соншама? Соның құлы болып жүрсің. Кетсең кет, өз сорыңды арқалай кет. Шешесімен жүздесуден ауыр сезім құшағында шыққан Дархан көп ұзамай сонау батыстан Алматыға қопарыла көшті. Маржан әкесінің боз үйіне емделіп мәз болды. Асан орынбасар миығынан күліп, өз армандаған бас дәрігердің дәрежесіне қол жеткізді. Дархан мал-мүлікте аттақ дәреже де керек емес еді. Дарханға оған қымбатты сүтте үйған өмір соқпағанда еш айнымайтын отбасы болатын ең керегі.